Темірбек Қараұлы Жүргенов 1898 жылы күзде Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында дүниеге келген. Қара көз заманның пысық, ел ұстаған адамы болыпты. Ол баласында осы үлгіде тәрбиелеуге тырысып, шығыстың озық ойлы ғұламалары мен ақындары дәстүрін ұстанған. Сыр бойының белгілі шайыры Тұрмағамбет Ізлеуовке оқуға береді. Тұрмағамбет Темірбекке 3-4 жылдай араб, парсы, шағатай тілдерін үйретіп, Омар Хайям, Әлшер Науаи идеяларымен сусындатады. 1909 жылдан Перовск уезіне қарасты Аламесек болыстық орыс түземдік мектепке барған Темірбек 3-4 жыл бойы орыс тілін үйренеді. Одан кейін Темірбек бір жылдай Уфадағы жер өлшеу училищесінде оқиды. Сол кезде Уфада оба ауруы тарап, жолдастары қайтыс болған Темірбек оқуын тастап елге оралады. Осы мектептерден жақсы білім алған Темірбек талапта азамат болып қалғанын байқатады. Осы тұста Қазақстанға жайыла бастаған революциялық идеяларды қолдап, Әліби Жангелдимен танысады. Ырғыз бен Торғайда, кейін Орынборда кеңестер съезін ұйымдастыруға қатысады. Ырғызда ревком төрағасы болып сайланады. Кейін Орынборға ауысып, облыстық кеңестің ұйымдастыру бюросының хатшысы қызметін атқарады. Орынбор рабфагына оқуға түседі. Орынборда шыға бастаған Қазақ мұңы деген газеттің редакторы Нәзір Төреқұловпен танысады. Сонда редакцияның жауапты хатшысы болып орналасады. Нәзір Темірбектің алғырлығын, принциптілігін жақсы бағалаған. Осы жылдары ол жазушы, журналист, сықақшы есебінде көзге түседі. 1922 жылы Темірбек Орынбор рабфагын бітіріп, Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің заң факультетіне оқуға түседі. Ол студент кезінен ақ жауапты қызметтер атқаруға төселеді. Оқи жүріп, Қазақ АССР-ның Түркістан Республикасындағы өкілі болып істеген. Түркістан Республикасы тарағанда 1924 жыл ұлттық республикаларды құру ісіне араласқан. Соңғы курста жүріп, жаңа ашылған Ташкенттегі Қазақ педагогикалық институтының директоры болып тағайындалған. Осылардың бәрінде Темірбек шығармашылық белсенділігімен, сауаттылығымен, іскерлігімен көзге түскен. Оның қызметтік құлшына істейтіні, ынталылығы, жетекшілік қабілеті орталық партия комитетінің Орта Азиялық бюросы басшылығына танылады. Олар Жүргеновті Түркістан Республикасы тарағанда жаңа құрылған Тәжік мемлекетінің қаржы халық комиссары етіп тағайындаған. Тәжікстанда бір жылдай қызмет істеген Темірбек өзі сұранып Ташкентке ауысады. Аз жылдардың ішінде ол Өзбекстанның білім беру ісін жолға қоюға, экономикасын нығайтуға, мәдени революцияны іске асыруға мұрындық болады. Жаңа мектептер ашады, оқу құралдарын шығаруға көмектеседі. Қазақстанға келгенше Темірбек терең білім алып, мол тәжірибе жинақтады. Өзінің қайраткерлігін танытты. Ректорлық халық комиссары қызметін атқара жүріп, істеген ісін ашық жүргізді. Әр саланың проблемалары мен олардың шешудің жолдары жайлы көптеген мақалалар жариялады. Елдің ақыл кеңесінің тыңдаудан жалтармады. Өз пікірінде ашық айтып, іске асырды. Жоғарғы мектепті дамыту мен елге білім берудің мәселелерін қозғаған оның көптеген мақалалары осылай туды. Олардың көбі Жүргенов шығармаларында жарияланып жүр. Жүргеновтың осы саладағы мол еңбегі, іскерлік қабілеті Қазақстанда жалғасады. Мұнда ол небәрі 4 жыл қызмет істеді. Оқу ағарту халық комиссарлығына қоса, үкімет жанындағы мәдениет, өнер ісін басқаратын комитетке төрағалық етті. Ол аз уақыттың ішінде осы өзі басқарған салаларда революция жасады деп айтуға әбден болады. Жүргеновтың оқу ағарту саласындағы жұмыстары 1935 жылы өткен мәдениет қызметкерлердің съезіндегі баяндамасында, басқа мақалаларында кеңінен талданған. Осы съезде сөйлеген сөзінде Мирзаян да оның қызметіне аса зор баға берген. Музыкалық драма театры 1926 жылдан жұмыс істеп келе жатқан драма театрынан бөлініп шыққан еді. Жандарбеков, Байсейітов, Шара мен Күләш, Манарбек Ержанов сияқты таланттарды жаңа театрға ауыстыру, театрдың репертуарын дайындауға, басқа да ұйымдастыру жұмыстарын Жүргенов өзі тікелей жүргізді. Әдебиет, өнер, мәдениет мәселелерінде Жүргенов араласпаған жұмыс жоқ десе де болар. 1936 жылы Мәскеуде қазақ әдебиеті мен өнерінің алғашқы декадасы өтті. Оны ұйымдастыру мен өткізу түгелдей Жүргеновтың мойнына артылды. Декаданың қалай өткені, онда қазақ өнерінің даңқы қалай шыққаны көптеген деректерде, естеліктерде жазылған, айтылған нәрсе. 10 күндік соңында басқа да әдебиет пен өнер қайраткерлерімен бірге Темірбек те еңбек қызыл ту орденін алып қайтты. Қазақ білім жүйесі мен өнерінің бүгінгі табыстары сол Жүргенов негізін салған істердің жалғасы екені даусыз. Ол аса талантты, жігерлі, отты, уытты басшы болды. Қазақ азаматтарының баяу қозғалатын енжар тіршілігін жандандыруға, қызуғандылыққа сүйреп жеткізді. Болмайтынды болдырды, маймырт өмірді дүр сілкіндіре білді.